Карантин. Қажетсіз далаға шығуға болмайды. Қауіпті. Тек өзіміз үшін ғана емес, өзгелерді де ойлайық. Бәледен аман сау құтылып, бірақ бөтенді жұқтырып алсақ, неткен өкініш. Бұл сынақтан Алла қаласа аман сау өтерміз. Кім білет, мүмкін осыншама уайымдағанымызды күліп еске алармыз. Бірақ қазір күлмей тұра тұрайық. Барынша мұқият болған абзал. Қоғамнан өзімізді алыстатуымыз керек. Бірақ оқшауланып та елге қайтып пайда тигізем деп ойлайтындар да аз емес. Әлемнің түкпір-түкпірінде мұсылман бауырларымыз, әпке қарындастарымыз өзінің әрекетімен сүйіспеншілікке бөленіп жатыр. Ұлыбританияда мұсылман отбасы қарияларға көмек қолын созуда. Әсия күйеуі екеуі шағын дүкеннің иелері. Жұбайлар вирустан қорғану үшін қажет бетперделер, дезинфекциялайтын құралдар мен антисептикалық майлықтарды тегін таратып жүр. Көшеде көз жасын тыя алмай тұрған әжейді көріп қалдым. Одан не болды деп сұрадым. Дүкендерде тауар қалмағанын, тіпті қол жуатын сабын сатып ала алмай тұрғанын айтып налыды. Маған бұл жағдай мүлдем ұнамады. Коронавирус қарттар үшін аса қауіпті. Оларды қорғауымыз қажет. Қазір әркім өз қара басын ойлайтын шақ емес. Керісінше, вирусқа қарсы бірігіп тойтарыс беруіміз жөн. Науқан жайлы мұсылмандар Фейсбуктағы парақшада ақпарат таратты. Қарттарға үйден шығу аса қауіпті болғандықтан жеткізу қызметін де іске қосты. Бұл тұрғыда оларға достары көмекке келді. Халық олардың ісіне дән риза. Менің жасым 72-де. Бұл кісілер бетпердені тегін таратып жүргенін көршілерінен естідім. Жас үлкендерге осындай қиын қыстау кезеңінде өз қалталарынан қаражат жұмсап, көмектесіп жатқаны қандай керемет. Супермаркеттерде дым қалмады десек те болады. Вирустан қорғайтын тауарлар орналасқан сөрелер бос. Көмек қолын кіп-кішкентай дүкеннің иелері созған үшін зор алғыс. Әсиялар осылайша 540 кісіге жәрдем берді. Бұл іске тұп-тура 1000 фунт стерлинг қаражат жұмсалыпты. Теңгеге шаққанда $500 миллионнан сәл асады. Бұл ақшаға мұсылман отбасы о баста шетел асып саяхаттауды жоспарлаған. Дегенмен елге пайда тигізу маңыздырақ деп ұйғарды. Сонда да бұл қайырымды істі шақтырмағандар да бар екен. Көрші дүкен иелері бәсекелестеріне кекесінмен қарайды. Тауарларды қымбатырақ сатып, пайда көріп қалудың орнына мұндай ақымақ әрекетке неліктен барғанын түсінбей дал. Осыған ұқсас түсінбеушілікті Түркия азаматы да сезінді. Өзгелер антисептик пен дезинфекциялайтын құралдар бағасын шарықтатып жібергенде, Бехнұр Белек 400 литр залалсыздандыратын сұйықтықты тегін таратып тастады. Бізде 400 литр антисептик болған. Әріптестермен ақылдаса отырып, оны тегін үйлестіреміз деп шештік. Себебі бұл тауар қазір дефицит болып тұр емес пе? Есесіне қаншама адамның жыл лебіздеріне ие болдық. Кейбірі таза пиғылымызға үреймен де қарады. Бірақ біз мұны жарнама үшін жасап жатқанымыз жоқ. Өзгеге үлгі болсақ та дейміз.